Сәлем достар, бүгін сіздермен балалардың ең сүйікті тағамы шоколадты пончиктер дайындайтын боламыз. Үй жағдайында қалай тез және оңай шоколадты пончиктер дайындауға болатынын осы видеода көрсететін боламын. Алдымен 500 мл сүтті жылытып аламыз. Оған 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер, 2 ас қасық дрожжи салып, жақсылап араластырып алып, апара дайындайтын боламыз. Осы күйінде 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бізде осындай көпіршікті апара дайын болады. Сүтіңіздің бетіндегі дрожжисі көпіріп тұрса, яғни біздің апарамыз дайын деген сөз. Апарамызды бір араластырып жіберіп, жәймендеп ұн салып, қамыр елеп бастаймыз. Қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Ұнды көп салып, қатты етіп илеп қойсаңыздар, онда пісірген уақытымызда қамырымыз біздің көтерілмей қалатын болады. Қамырды илеп болғаннан кейін 2 ас қасық сұйық май құйып жіберіп, 5-6 рет үстінен басып, 35-40 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз жылы жерде тұруы керек болады. 35 минут өткеннен кейін бізде осындай қамырымыз көтеріліп, әдемі болып дайын болады. Тағы да үстінен 5-6 рет басып жіберіп, 5-10 минутқа қойып қоюымыз керек болады. Осылай 2-3 рет жасасаңыздар, қамырларыңыз әдемі болып пісіп шығатын болады. Дайын болған қамырымызды жайып жіберіп, қалаған үлкендікте осылай домалақтап кесіп шығатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 2-3 сантиметрдей етіп кессеңіздер болады. Одан жұқалау етіп кессеңіздер, ол кезде пончиктеріміз онша ұқсамай қалады. Пончиктердің ортасын тесу үшін баклажканың қақпағын қолдансаңыздар болады. Кез келген үлкендіктегі баклажканың қақпағы бола береді. Осылай қаттырақ басып, ортасын тесіп алатын боламыз. Немесе ортасын тесу үшін баклажканың өзін қолдансаңыздар да болады. Бұл кезде ортасын тесу оңайырақ болады. Осы тесіктерден түскен қамырды да бөлек пісіріп алып, бетіне шоколад жағып, бөлек ұсынсаңыздар да болады. Пончиктерді дайындағаннан кейін тағы 10 минутқа қойып қойсаңыздар, пончиктеріңіз одан да көтеріліп шығатын болады. Дайын болған пончиктерімізді қызып тұрған майымызға салып алуымыз. Бір жақ беті әбден қызарып піскеннен кейін жәймендеп екінші жағын аударып, екінші жағында әдемілеп қызартып пісіріп алуымыз керек. Осылай барлық пончиктерімізді орташа отта пісіріп аламыз. Піскен пончиктерімізді бумажный салфеткаға қойып алсақ, артық майын сіңіріп алатын болады. Бетіне шоколад жағудан алдын пончиктеріміз суы керек. Ыстықтай шоколадты жағатын болсақ, онда қатпай қалуы мүмкін. Сондықтан жақсылап суытып аламыз. Бұл жерде ішін кесіп көрсетіп жатырмын. Пончиктеріміздің іші толықтай піскен. Суыған пончиктердің бетіне қазір шоколад жағатын боламыз. Мен бұл жерде Қазақстан шоколадын қолдандым. Сіздер кез келген кондитерлік шоколад болса да, немесе шоколадтың өзіңіз ұнататын түрі болса, соны ертіп қолдана берсеңіздер болады. Водяной баняға салып, Қазақстан шоколадын ертіп алдым. Еріген шоколадты пончиктердің бетіне жағып бастадым. Щеткамен бүкіл пончиктердің бетіне осылай шоколадты жағып шықтым. Суыған пончиктерге шоколадты жаққандықтан олар тез қатып қалатын болады. Егер ыстықтай жағатын болсаңыздар, шоколад ағып, әдемі шықпай қалады. Бетін осылай күнжутпен әрлеп шықтым. Сонымен бізде шоколадты пончиктер дайын болды. Барлығымызға ас болсын достар.